Ассалаумағалейкум. Назарда Жұмаш Мұратбек Серікұлы. Есім толық Жұмаш Мұратбек Серікұлы, Батыс Қазақстан облысы, Ақжайық ауданы, Базаршылан ауыл тумасымын. Бітірген оқуым жалпы Орал қаласындағы Махамбет Өтеміс атылымдағы вокалдық өнер мамандығын бітіріп шықтым. Қазіргі таңда Атырау облысы Индер ауданында жалпы аудандық мәдениет үйінде әншілік қызмет атқарып жатырмын. Жалпы ән әлеміне кішкентай кезімнен қызығушылық болған жоқ. Жалпы менің таңдаған мамандығым басқа болатын. Техник, мысалы телевизор, анау деген оңдауды. Ол негізі көкемнен дарыған бір сондай бір өнерім болды да, телевизор бірдеме қарау деген сияқты. Кейіннен мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде 9-шы сыныптан бастап DVD шықты ол кезде. DVD болды біздің бала кезімізде. Сонда караокемен өлең айтуды ұнап, содан басталды 9-шы класстан. Содан 9-ы бітіріп студент болып кеткеннен кейін студент кезде 2007 жыл 1-ші курс оқып жүрген кезімде басталды. Бірінші алғашқы сахна ашуым. Ол кезде аяқ асты сахнаға шығып кеттім. Костюм жоқ, толстовкамен, джинсымен. Ең бірінші менде ой болды, көрермен қалай қабылдайды? Егер дұрыс қабылдайтын болса, ән әлеміне кетемін деген сияқты, өнерге қарай. Керемет қабылдады. Ең бірінші концерт сол жаңа жылда болды. 1-ші курс колледж оқып жүрген кезім. Шыққаннан кейін жарты сағат өзіммен өзім сөйлесіп, бір бақыттан басым айналды. Мә, ән деген, оказывается, керемет екен ғой. Адамдар қол шапалақтайды. Сол бір бақытты шағым есімде. Содан кейін ән әлеміне кетемін деген менде мақсат болды. Сөйтіп ән әлеміне 17 жасымда келдім ғой. Содан бері неше жыл? Почти 20 жылдың көлемі ғой. Өнерге 17 жастан бастап, 2007-тен бастап келдім. 2008-ден бастап уже конкурстарға қатысып бастадым. Конкурста жалпы 15 жылдай конкурсқа қатысқан екен. Оның ішінде 2008-ден бастап аудандық конкурс, одан 2009 облыстық конкурс, сөйтіп республиканский конкурсты жалпы 2012-ден бастадым. 15 жылдың ішінде ең үлкен жетістіктердің бірі енді халықаралық пен республикалық конкурсқа, оның ішінде атап өтетін конкурстардың бірі Кеңес Дүйсекеев ағамыздың тірі кезінде қатысқан конкурсым. Ол жерде қазіргі аңыз адамдар болды. Исраил Сапарбаев, Кеңес Дүйсекеев, Бейбіт Оралұлы деген сияқты. Сол кісілердің алдында өнер көрсетіп, ең үлкен марапатқа ие болған, лауреат атақ алған. Мен үшін ең үлкен жетістіктердің бірі. Одан қалды Ескендір Хасанғалиев. Барлығы кісілердің тірі кезінде қатысқанына өзім қуаныштымын. Енді марапаттардың ең үлкені лауреат атағы ғой енді. Соның ішіндегі ең алғашқы бір сол конкурс арқылы алған ең үлкен жетістігім төсбелгі талант сыйлығым. Төсбелгісі ең алғашқы төсбелгі мен үшін ең өмірімдегі үлкен марапаттың биігі деп ойлаймын, ең биік. Жалпы конкурс деген өнер адамның шыңдалуы, ең басты шыңдалуы, одан қалды атақ абырой беру. Атақ абырой береді. Ол себебі кез келген жерде ән айтқан кезде, мысалы, кез келген адамды хабарлаған кезде айтады, мысалы, республикалық, халықаралық конкурстардың лауреаты. Сол атаққа лайық болғаным ең үлкен жетістік қой енді. Ол қағаздар, жалпы абырой атақтар өмір бойы жұмыс жасайды. Маған жасап келе жатыр. Мен қалай конкурс басталған жасымнан 15 жыл бойы қатыстым. Қазір жасым өзінде жастардан кетіп батыр, 35 жасқа енді толамын. Конкурс мен үшін тоқтады. Себебі бұрынғы конкурстар мысалға 18-ден 30 жасқа дейін болса, 35 жасқа дейін кейін өзгертті, 4-5 жыл бұрын. Мен сол конкурстың соңына дейін қатысып, қазіргі атақ абыройым мен үшін жұмыс жасап жатыр деп ойлаймын. Ол былайғы той әншілерінен айырмашылығы,
салыстыруға келмейді ғой негізінде. Біреулер хитмен болуы мүмкін, бірақ конкурстағы жетістіктерің лауреат атақ деген ол өмір бойы жұмыс жасайтын дүние. Той әншілері мысалы хитмендер болсын мысалы да, қазіргі әншілерден ол белгілі бір уақытта жұмыс жасайды да, хит шығармай қалсаң қалады ғой. Конкурстағы манағы байқаулардағы жүлде ол өмір бойы атаққа жұмыс жасайды, және жылдан жылға марапатың өседі. Мысалы талант төсбелгісі болған болса, одан мысалы мәдениет саласының үздігі деген сияқты жылдармен әкелетін жетістіктердің бірі болып саналады деп ойлаймын өз басым. Шығармашылық жолда енді мендегі болып жатырған дүние енді шығармашылықта жеке әндер жазып, ондай бір қарбалас болған емес, көбінесе сол конкурстың жағдайында болған бір оқиға бар. Бейбіт Оралұлы ағамыздың конкурсы 2018 жылы. Болар кезде біздер конкурсқа аранжировка жаздыртамыз өзіміздің жеке орындайтын әнімізге, жаңа өңдеуде. Сол жаңа өңдеу бітпей қалып, сол үшін бір пойыздан қалып қойғаным бар. Атыраудан мінетін болып, мысалы Ақтөбеге қаласына баратын болып, қасындағы әріптесім бар. Сол екеуміз, ол мініп кетті де, мен қалып қойып, мақаттан мінгенім есімде. Сондай бір, сол манағы конкурсқа әнді үлгерту үшін сондай бір қиындық болған. Таксимен жүгіріп деген сияқты пойыздың артынан қуып мініп алған кезім болды, сондай бір оқиға. Жалпы сахнада біз былай айтқанда халықтың көңілі үшін жұмыс жасаймыз ғой. Халыққа ұнау үшін, мысалы, біз басымызда болып жатқан дүниелерді көрсетпейміз. Сахнаның артында, мысалы, ашуланып тұрған болсақ, бірдемені ұмытып кетіп, бірдемеміз, көйлегіміз бірдемеміз жыртық болса да, әйтеуір сахна шығып кетесің. Енді сахнадан тыс қызықты, тыс кезде басқа адамбыз біз деп ойлаймын мен. Көрермендер жалпы халық біле бермейтін, білмеймін, мүмкін күлкілі шығар. Қазір мысалға еңбек демалысында жүрмін, бос уақытым көп. Таксовать ететін бір қырым бар. Жалпы енді айналамда бір сараң адам біледі, жалпы халық білмейді. Бірақ көргендер айтады, сен филармония жасайтын әнші емессің бе, сен аудан мәдениет үйінде жасайтын, неге таксовать етіп жүрсің? Сондай бір адам біле бермейтін бір қырым бар. Сосын одан қалды. Балық аулаумен кәсіби айналысам. Сосын волейбол, спорттан волейболмен енді профессиональный емес те, любительский айналысатын бір хоббиларым бар. Жалпы репертуарда ән таңдауда бірінші жалпы репертуар деген дүние ол кез келген орындаушымын деп санайтын адамдардың айнасы болып есептеледі. Негізі түсінген адамға. Мен осы жылға аралығында сондай зат түсіндім. Себебі репертуарыңа қарап, кез келген адам қандай орындаушы екеніне баға береді. Мысалы, той әндерін орындап тұратын болсаң, тойдың әншісі деп қабылдайды. Оның ішінде концерттің бағыттары көп қой. Мысалға, орындаушылардың бағыты классикалық, эстрадалық деген сияқты, джаз бағытында деген сияқты. Мысалға, мен орындайтын әндерім көбінесе харизмалық әндер ғой. Мысалға, көбінесе үлгі тұтатын бір ағаларымның әндері бар, эстрада жұлдыздарынан. Мысалға, көбісі білет айналамда. Жұбаныш Жексеннің жалпы репертуарындағы 40-50% әндерін орындаймын. Өзімнің жеке аранжировкамда одан қалды. Сүйемелдеумен, оркестрмен деген сияқты. Жалпы репертуарда әртүрлі әндер көп. Патриоттық бағытта, бірақ өзім лирикалық бағытта көп әндер айтамын. Бағанағы айтып кеткендегідей, өнердегі үлкен ағалардан ғой енді. Бастысы, мысалға, толық әнге көзқарасы, толық таза көзқараспен қарайтын адамдардан үлгі аламын. Бағана айтқандай, Жұбаныш Жексен қазіргі жастардың арасында жасы менен кіші болса да, мысалға, әншілер бар, Қазбек Құрайыш сияқты, Ернар Амандық сияқты. Жалпы ән таңдауда, ән тыңдауда, айтуда көбінесе фирмалық бағытта, біздің музыкалық тілмен айтқанда, фирмалық бағытта әндер айтатын болғандықтан, көбінесе сол кісілердің, сол тұлғалардың әндерін таңдап, соған байланысты әндер қараймын. Енді олардың әндерін тікелей айтпаймын да,
соған байланысты мысалға жалпы әннің сөзіне мән беремін. Сөзіне мән беру арқылы сапалы дүниеге жұмыс жасауға сондай бағытта сондай ағаларымыздың әндерін тыңдап айтатын бар. Сондай болады ғой. Жалпы 17 жастағы егер Мұратбек болатын болса, асықпа, қай өнер саласы болсын, жалпы өмірдегі қиындықтар болсын, жеңілдіктер болсын, мақсаттар болсын, барлығы жылдармен келеді. Асықпай анық бастап айтар едім. Осы келесі айда жасым 35-ке келеді. Осы жылғы менің жылдың басында қойған жоспарым жеке алғашқы шығармашылық концерт. Себебі сахнада почти 20 жылға уақыт өнерде қызмет етіп келемін. Қаншама жетістіктерім бар. Қаншама жыл далада болсын, басқа жақтарда болсын өнер көрсеткенім бар. Халыққа есептік концерт беру ретінде осы жылдың қыркүйек айында, қазан айларының ортасында үлкен алғашқы концертімді осы Атырау облысындағы мен деген жақсы сапалы музыканттардың сүйемелдеуімен 100% жанды концерт беретін жоспарым бар. Және ол жоспарда қазір жұмыстанудамын. Одан қалды, бағана қазір біздер Атырау қаласында коммерциялық бағытта, кәсіби тұрғыда жанды дауыста кештер беріп жатырмыз. Ол да бір алдағы уақытта бір үлкен концертке айналады деген жоспар да бар және мақсатымыз бар. Ол команданың ішінде 10 шақты адам жұмыс жасайды. Өмірдегі ұстанымым жалпы өтірік айтпау, адамға зияны келетін өтірік айтпау. Жауапкершілікпен, шама келгенше жауапкершілікпен қарау әр іске. Себебі қанша жерден өмірде қандай тұлға болсаң да, мүмкін абырой асқақтап тұрған тұлға болсаң да, жауапкершіліксіз адам өмірде ешқашан оқсамайды, ешқашан шаруасы жүрмейді. Адам ретінде қалыптаса алмайды деп ойлаймын. Сондықтан мен ең бірінші ұстанатыным жауапкершілік, одан қалды адалдық, сосын тиянақтылық және еңбек. Мен жастарға айтарым, осындай бағытта жұмыстанса екен, бос жатпаса екен және түске дейін ұйықтамаса екен, түнмен ешқандай мән мағына жоқ қағылмаса екен, және ертерек үйленсе екен, одан қалды саяхаттаса екен, білім алса екен. Себебі білімсіз бәрібір білім қазір өмірде. Қазіргі интернеттің заманы ғой, бірақ ақпараттың заманы. Бірақ все-таки қай жерде де білім керек етеді. Себебі білім жағынан да мен өзімді қалыптастырған адаммын. Себебі өмірде 2 мамандықты толығымен меңгеріп шыққан. Соның жемісін көрудемін, соны жастарға сіздерге айтқым келеді. Жаман әдеттерден аулақ болып, тек болашаққа нық жоспармен елімізді дамыту мақсатында ізгі істермен айналысса екен деген тілегім бар. Өнер жолына да қатысты ойым, жалпы қай жолы. Жастарымыз аман жүрсін, дами берсін, Атырау халқы жасай берсін.